сот залына кіргенде күйеуім мен енем қарқылдап күліп тұрды. Болды, енді мұны тақырға отырғызып, далаға қуып шығамыз, десті. Олар мені қорғансыз, момын деп менсінбеді. Бірақ судья мені көрген сәтте орнынан атып тұрып, процесті тоқтатты. Сол сәтте күйеуімнің түрі бұзылып, енемнің тілі байланып қалды. Себебі олар судьяның кім екенін білмейтін еді. Динара өзі жайлы қолыма есепшот ұстап туған шығармын деп жиі әзілдейтін. Есін бір еле айналасының бәрі сандар, есеп берулер, мөр басылған қағаздар болатын. Алдымен мұғалім анасына көмектесіп жүріп, мектеп журналдарын толтырды. Кейін техникумда бухгалтерлік кітаптарды кемірді. Сосын 20 жыл өмірін арнаған зауытта бас алмай жұмыс істеді. Ол шкафтағы киімнің де, бастағы ойдың да, жалпы өмірдің де ретті болғанын ұнататын. Әсіресе өмірдің. Бірақ өмір дегенің тәртіпке бағына бермейді екен. Күйеуі Серікпен жас кездерінде танысқан. Ол кезде Серік бойшаң, көңілді, қолынан гитарасы түспейтін сері жігіт еді. Динараға бүкіл әлемді аяғыңа жығамын деп таусылава де беретін. Слесарь болып жұмыс істейтін. Қызметі де тез өсіп келе жатқан. Әзілге шебер. Адамдармен тіл табысқыш болатын. Сен еш нәрседен тарықпайсың дейтін. Ол Динараның көзіне тіке қарап. Бар ауыртпалықты мойныма аламын. Сен менің жанымда тас қамалда отырғандай боласың. 22 жастағы. Алдында бүкіл өмір күтіп тұрған Динара оған сенбегенде қайтеді. Тез үйленді. Енесі Раушан апа үйдің қожайыны кім екенін табалдырғаттаған күннен бастап аңғартты. Қарағым, деп сыбырлады ол келініне бірінші күн-ақ. Менің ұлым жалғыз. Оны ренжітіп мазасын алатын болсаң, бұл үйде саған күн жоқ. Бұл сөздер қалжың сияқты айтылғанымен, енесінің көздері суық, әр тікісіне қарайтын. Динара үндемеді. Ол кезде жалпы көп үндемейтін. Алғашқы жылдары жатақханада тұрды. Кейін кооператив арқылы 2 бөлмелі пәтер алды. Несиені әрине негізінен Динараның атына рәсімдеді. Себебі ол ресми жұмыс істейтін, жұмыстан қалмайтын, ішпейтін, тәртіпті бухгалтер еді. Табысы таудай болмаса да, тұрақты әрі ақ жалақы болатын. Ал Серік ол кезде бірнеше жұмыс ауыстырып үлгерді. Біресе бастығы жақпайды, біресе ұжымы ұнамайды, біресе жұмыс менің деңгейіме сай емес деп шығады. Үйге кейде еңбек кітапшасын, кейде міне, бәрі жақсы болады деген құр уәдені арқалап келетін. Динара ұрыс шығармайтын, оның есебі түгел еді. Егер жалақым несие мен тамаққа жетіп тұрса, демек күн көреміз. Кооператив төлемдері оның шотынан автоматты түрде шешіліп тұрды. Ол түбіртектерді ұқыптап папкаға жинап, сыртына пәтер, жарналар деп жазып қоятын. Болашақты болжаған емес, жай ғана басқаша өмір сүре алмайтындығы еді. 26 жасында ұлды болды. Қуаныш, жылайтын бала, ұйқысыз түндер. Серік басында өзгергендей болып, бала бағысып, дәріханаға жүгіріп, әйелі мен ұлын қолына көтеріп жүрді. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Маған демалу керек, дейтін болды ол кейінірек. Жұмыста онсыз да шаршаймын. Ал жұмысы баяғыдай, біресе бар, біресе жоқ. Бір жерде жарты жыл тұрақтаса жақсы, әйтпесе одан да аз. Енесі Раушан апаның айтатын сөзі бір. Оның тапқаны не тайыры? Менің ұлым болмаса, оған кім қарайтын еді? Пәтерше? Оған біз көмектестік қой. Басында өз ақшамызды бердік емес пе? Өз ақшамыз дегені, енесінің алғашқы жарнаға қарызға берген $2000 еді. Қалғанын жылдар бойы Динара өз жалақысынан төреді. Бірақ бұл, үйде ол туралы айтуға тыйым салынғандай еді. Жылдар өте келе Серік өзгерді. Көңілді мінезі дөреклікке ұласты. Қалжыңдары зәрлі бола бастады. Әсіресе әйеліне тиісетін. Сен менсіз далада қалатын еді ғой, дейтін ол шай ішіп отырып. Үйдегі еркек кім? Сөрені кім қақты? Сен тек сандарды шұқылағаннан басқа не білесің?
Үйдің иесі менмін. Осы иелі етудің ішіне бәрі кіретін. Жалақыға дейін әйелінің картасынан ақша алу, үйге кімнің келіп кететін шешу, кез келген дауда соңғы нүктені қою. Динара дауласқанды жек көретін. Ол жай ғана өзі дұрыс деп тапқан істі істей беретін. Жұмыс істеді, ұлын оқытты, тамақ пісірді, кір жуды. Кейде кешкісін шағын жекеменшік фирманың бухгалтериясын жүргізіп, қосымша табыс тапты. Өмірінде жарық сәттер де болды. Осыдан көп жыл бұрын ол жас заңгерге көмектескен еді. Зауытта жағымсыз жағдай болды. Жалақыға қатысты құжаттардың бір бөлігі жоғалып кетіп, кадр бөліміндегі жас жігітті алаяқтық жасады деп айыптаған. Мойнына жетіспеушілікті іліп, қасқыр билетпен жұмыстан шығару қаупі төніп тұрды. Әлгі жігіт кабинет жағалап кінәсіз екенін дәлелдей алмай шырылдап жүрді. Ешкім тыңдағысы келмеді. Сол кезде Динара мұрағатты ақтарып, ескі есептерден қате тауып, кінәлі адамның мүлдем басқа, бұрын жұмыстан шығып кеткен бастық екенін анықтады. Комиссия отырысына кіріп, бәрін сабырмен түсіндіріп, сәйкессіздіктерді көрсетіп берді. Мен үнсіз қала алмаймын, деді ол сонда. Біреудің қылмысы үшін жас маманның тағдырын сындыруға болмайды ғой. Жас заңгер жұмысында қалды. Кейін Динараға алғысын айтып, қолын ұзақ қысып тұрды. Ал Динара жай ғана жымиды. Маған шындықпен өмір сүру оңайырақ, деді ол. Тіпті оның атын да дұрыс есте сақтамапты. Өмір өз ағысымен кете барды. Жылдар өтті. Зауыт жабылды. Динара коммерциялық фирмаға ауысты. Ұлы ержетті, үйленді. Басқа қалаға көшіп кетті. Серік сол баяғыдай жұмыс ауыстырумен өмірге және қадірін білмейтін бастықтарға налумен жүрді. Раушан апа қартайды, бірақ мінезі жұмсармады. Бізсіз сенің құның көк тиын, дейтін ол, келініне реті келген сайын. Менің ұлымның пәтерінде тұрып, соның есебінен күн көріп отырсың. Динараның нақты қашан оның есебінен тамақ ішіппін, деп сұрағысы келетін. Бірақ тағы да үндемей қоя салатын. Оның жалақысы коммуналдық қызметке де, тамаққа да, Серіктің жаңа телефоны мен көлігін жөндеуге алған несиелеріне де жетіп тұрды. Бірде ол ақырын ғана: «Серік, сен соңғы рет үйге қашан жалаққа келдің?» деп сұрады. Күйеуі біртиіп шыға келді. «Сонда мен сеніңше ештеңе істемеймін бе? Егер мен болмасам, сен осы жылдар ішінде құрып кетер едің». Динара дауласпады. Бірақ ішінде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Өмірінің тамшылап, босқа ағып жатқанын сезді. Ажырасу күтпеген жерден басталды. Бірақ бәрі соған бара жатқан еді. Серік үйге кеш келетінді шығарды. Құрылыста ұсталдым деп өтіріп айтатын болды. Бірақ құрылыстан оның бәтеңкесіндегі балшық пен арзан сыраның иісі ғана бар еді. Енесі ұлына жиі хабарласып, ас үйде сыбырласып, Динара кіргенде үнсіз қалатын болды. Бір күні Раушан апаның: «Сен созба, ол жұмыс істеп тұрғанда бәрін өз атына аударып ал. Пәтерді бөлісу керек болады. Әде ол сені далаға қуып шыққанын қалайсың ба?» дегенін естіп қалды. «Қуып шықпайды», деді Серік мырс етіп. «Ол менде жуас қой. Бірақ дұрыс айтасың. Бәрін ақылмен істеу керек». Бір аптадан соң Серік үйге қағаздар әкелді. «Қол қой», деді үстелге лақтырып. Динара қағаздарды қолына алып, әдеттегідей көз жүгіртіп шықты. «Меншік құқығын беруге келісім». Ол басын көтеріп: «Бұл не?» деді. «Ай, түк емес», деп қол сілтеді Серік. «Жұмыстағы заңгер құжаттары дұрыстап рәсімдеу керек», деді. «Біз бәрібір бірге тұрамыз ғой. Онда неге мен өз үлесімді саған беремін, ал сен маған ештеңе бермейсің?» деп сабырмен сұрады. Серік қызара бөртті. «Сен маған сенбейсің бе? 30 жыл отастық. Ал сен қағаз шұқылап отырсың ба?» «Міне, дәл сол үшін оқып отырмын», деді Динара ақырын ғана. Сол кеште ол ештеңеге қол қоймады. Серік есікті тарс жауып, «Сенімен тұру мүмкін емес», деп айқайлады. Енесі телефон соғып,
Ұлымның өмірін білдірме деп үгіттеді. Бірақ Динара көп жылдан бері алғаш рет берілмеді. Бір айдан соң Серік ажырасуға арыз берді. Талап арызында ол пәтер некеде тұрғанда алынғанын, негізгі қаражатты өзі салғанын жазыпты. Әйелім үй шаруасымен айналысқан жоқ, отбасылық бюджетке үлес қоспады, мүлікті менің пайдама шешіп. Маған өте мақы тағайындауды талап етем депті. Динара көшірмесін оқығанда жаны ауырған жоқ. Керісінше таң қалды. Бұл басқа біреу туралы жазылған хикая сияқты көрінді. Бухгалтерияда бірге істейтін құрбысы Сәуле мұны естігенде басын шайқады. Неткен шыдамдысың, Динара? Мен болсам оны баяғыда пәтерден қуып шығар едім. Динара шашаңқы жымиды. Сәуле. Ол қалай десең де, баламның әкесі ғой. Жарты өміріміз бірге өтті. Сол үшін оның саған деген алғысын көріп тұрмын, деді құрбысы мырс етіп. Жарайды, тыңда. Біріншіден, заңгерсіз ешқандай қол қоюшы болма. Екіншіден, пәтерге қатысты барлық құжаттарды, түбіртектерді, келісімшарттарды, банк үзінділерін, бәрін тап. Үшіншіден, дұрыс адвокатқа бар. Саған не тиесілі екенін адам тілімен түсіндіріп берсін. Көмектеседі деп ойлайсың ба? Деді Динара сенімсіз үнмен. Далада қалмауыңа көмектеседі, деді Сәуле нық сөйлеп. Ыңғайлы әйел болуды доғар. Есінді жинайтын уақыт келді. Түнде Динара ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Оны ажырасудың өзі емес, әділетсіздік қорқытты. Пәтер шынымен некеде алынған. Бірақ алғашқы жарна оның ақшасынан төленген еді. Осы жылдар бойы төлемдер оның картасынан кетіп тұрды. Серік біресе ақша әкелетін, біресе жоқ. Ол көп жыл бұрын тәртіп үшін бастаған папкасын есіне алды. Сол кезде бұл жай ғана бухгалтердің әдеті болып көрінген еді. Сөйтсе, бұл оның қорғанышы екен. Келесі күндер қағаз жинаумен өтті. Динара ескі папкаларды шығарып, шаңын сыртып, үстелге ұқыптап жайды. Міне, кооператив түбіртектері. Барлығы дерлік оның қолымен толтырылған. Міне, жылдардағы жалақы анықтамалары. Міне, банк аударымдарының үзінділері. Серік мұны көріп мырс етті. Осы қағаздарың саған көмектеседі деп ойлайсың ба? Судьялар еркектерді әрқашан аяйды. Мен сенің мені қорлағаныңды, жүйкемді тоздырғаныңды айтамын. Артық сөйлемеші, деді Динара оны тоқтатпақ болып. Ал мен қалай бар, солай айтамын, деп өршеленді ол. Сен өмір бойы миымды жедің. Динара дауласпады. Жай ғана қарындашпен белгі соғып, қағаздарын жинай берді. Құрбысы оған жас болса да, білікті адвокат тауып берді. Кеңес алу кезінде ол Динараны мұқият тыңдап, құжаттарды қарап шығып жымиды. Сіз ойлағандай жағдай тым нашар емес. Қалайша? Деді Динара күрсініп. Ол бәрін тартып алғысы келеді. Қалауға ешкім тыйым салмайды, деді адвокат байсалды үнмен. Заң деген енеңіз емес қой. Оған жылап еңіреген өтпейді. Мұнда қағаздар сөйлейді. Өмір бойы жинадыңыз ба? Иә, деді Динара ақыр. Міне, демек есептейміз. Сот күні білінбей жетті. Серік алдын ала ескертті. Біз анам екеуміз барамыз. Дайындал, деді ол. Сотқа емес, мерекеге бара жатқандай ыржиып. Раушан апа өз үйінен телефон соғып ысылдады. Қорықпа балам. Бәрі керемет болады. Судьялар да адам ғой. Оның сені қалай қинағанын, оған қалай қызмет етуге тура келгенін айтып бересің. Картананы кім далаға тастайды дейсің? Динара олардың әңгімесін тыңдамады. Ол қазір өз әлемінде жүргенде еді. Портфельге жиналған құжаттар, адвокаттың қысқа кеңестері, Сәуленің салмақты жанары. Қорықпа, тек шындықты айт. Сот ғимаратының алды ушу, адам көп. Біреу темекі тартып тұр, біреу дауласып жатыр. Енді біреулері уайымдап, әрі-бері сенделуде. Динара тоқтап, терең тыныс алды да орамалын түзеді. Ғимараттың іші қоңырқай, ескі жиһаз бен қағаздың иісі мүңкіп тұр. Ол залдың жанындағы орындыққа жайғасып, сөмкесін қасына қойды.
Қолындағы қалың папкуды кеудесіне қыса түсті. Серік пен Раушан апа сәл кешігіп келді. Ал, не болды? Деді күйеуі екі орындық тастап отырып, жатып, даусын қатты шығарып. Дайынсың ба? Енесі келініне ашықтан ашық келекемен қарады. Динара, жерге түсетін уақытың келді. Қиялдағаның жетер. Динара үндемеді. Олардың өзара сыбырласып отырғанын естіді. Қазір судья бәрін орнына қояды, деп сыбырлады Раушан апа. Пәтер саған қалады. Ал оған бір бөлме жалдап берерміз. Оған көп нәрсе керек емес қой, деп қарқылдап күлді Серік. Бастысы, біздікі аяққа орамаса болды. Бұл сөздер жүрегін тіліп түскендей болды. Біздікі деп отырғаны өзі. Бірақ қазір де жыламады. Тек папканың тұтқасын қаттырақ қысты. Ақыры залдың есігі ашылды. Имановтардың ісі бойынша тараптар кірсін, деп дауыстады хатшы қыз. Динара орнынан тұрды. Серік пен анасы да көтерілді. Олар залға қатарлас кіргенімен екі жаққа бөлініп тұрды. Күйеуі мен енесі неге екені белгісіз дауыстап күле бастады. Болды, деді Раушан апа ұлына еңкейіп, бірақ Динара еститіндей қылып. Қазір мұның бар тапқанын соқыр тиынына дейін сыпырып аламыз. Серік мысқылдай жымиды. Кіммен алысқанын түсінетін кез келді. Динара шеттеу тұрып, ішінде өкпе мен шашаудың аралас толқыны көтеріліп келе жатқанын сезді. Қашанғы деген ой келді басына. Мені қашанғы бос орын санайды. Ол алға судья отыратын мінберге қарады да, кенет бойын бір тыныштық биледі. Не болса, о болсын. Бастысы шындықты айту. Судьяның үстел жақтағы есік ашылды. Залға мантия киген бойы орташа ер адам кірді. Папкаларын қойып, қатысушыларға қысқаша көз тастады да, кенет тоқтап қалды. Оның назары Динараға ауды. Жүзі өзгеріп сала берді. Ол сәл бойын тіктеп, көзін сорайтты. Динара Ильяс қызы. Бұл сіз бе? Залда сілтідей тыныштық орнады. Динара сәл абдырап қалды. Ол судьяның жүзіне үміліп, таныс ек сызығын, мұрнын, зерделі жанарын көрді. Кадр бөліміндегі сол бір жас жігіт. Баяғыда өзі араша түскен. Бірақ ол туралы ешкімге тіс жармаған бозбала. Серік пен Раушан апа аң-таң болып бір-біріне қарады. Сіз мені танисыз ба? Деп сақтықпен сұрады Динара. Судья селк еткендей болып, өз-өзін қолға алды. Даусы бірден ресми ырғаққа көшті. Орындарыңызға жайғасуды сұраймын. Сот отырысы ашық деп жарияланады. Бірақ даусы бұрынғыдай бейжай емес. Тірі, мұқият естілді. Хатшы істің мән жайын оқып берді. Серік бұл кезде есін жиып, бойын түзеп, ешқандай таңқаларлық жаудай болмағандай түр танытты. Құрметті сот, деп орнынан тұрды оның адвокаты. Менің қорғалушым жауапкермен ұзақ жыл отасты. Осы уақыт аралығында отбасын толықтай менің қорғалушым асырады. Ал жауапкер шын мәнінде соның есебінен өмір сүрді. Дау тудырып отырған пәтер нете тезінде алынған. Бірақ біз қорғалушының үлесі артық болуы тиіс деп санаймыз. Себебі ол адвокат ұзақ, сенімді, сөз арасында кідіріс жасап сөйледі. Серік басын изек құттап отыр. Раушан апа риза кейіпте жымиып, әсер қалдыра алдық па дегендей, ара-тұра судьяға көз тастап қояды. Динара тыңдап отырып, әр сөздің жанына ауыр тастай батқанын сезді. Бұның бәрі өтірік екенін ол жақсы білетін. Алғашқы жарнаға ақша қайдан келгені, қосымша ауысымдарда қалай жұмыс істегені, түбіртектерді қалай төлегені, ал Серік ол кезде өзін іздеп жұмыссыз жатқан есінде. Бірақ қызық, ашудың орнына ол кенет аяушылық сезінді. Өз өтіріктеріне өздері сеніп, сырт көзде қандай бейшара көрініп тұрған түсінбейтін мына адамдарды аяды. Жауапкер, деген судьяның даусы оны ойынан бөліп жіберді. Айтарыңыз бар ма? Динара орнынан тұрды. Саусақтары сәл дірілдегенмен, даусы анық шықты. Иә, құрметті сот. Ол үстелге папканы қойды.
Мұнда барлық жылдар бойынша кооперативті біртектер бар, деп сабырмен бастады ол. Мынау төлемдердің менің шотымнан кеткенін растайтын банк үзінділері. Ал мынау әр жылғы жұмыс орнынан анықтамалар. Мен әр қашан ресми жалақы алып отырдым. Судья басын изеді. Хатшы қағаздарды қабылдап алды. Сіз кім болып жұмыс істедіңіз, деп нақтылады судья. Бухгалтер. 20 жыл зауытта, кейін Строй Инвест фирмасында. Міне, еңбек кітапшасының көшірмелері. Күйеуде ақша әкелетін, деп келіп кетті Серіктің адвокаты. Онымда влез қосқанын жоққа шығармайсыз ғой. Динара оған бұрылды. Әкелетін, деді ол шынын айтып. Кейде, бірақ емес. Несие менің атыма рәсімделген және төлемдердің басым бөлігін мен жасадым. Мен оның ақша әкелгенін жоққа шығармаймын. Бірақ мені асырады дегені өтірік. Серік мырс етті. Әрине, қазір бәрін өзіне жаздырып аласың ғой. Тыныштық, деді судья суық үнмен. Тағы бір рет ескерту жасаймын. Сосын залдан шығарып жіберемін. Раушан апа ернін тістеді, ал Серік ренжіген баладай шалқайып отырды. Динара сөзін жалғастырды. Мен ешкімді қаралағым келмейді. Біз ұзақ жыл бірге тұрдық. Бірақ мені арамтамақ етіп көрсетулермен келіспеймін. Мен жұмыс істедім. Қазір де бұрынғы күйеуімнен әділ бөлістен басқа ештеңе сұрамаймын. Судья мұқият тыңдап, арасында нақтылау сұрақтарын қойып, анау-мынау анықтаманы көрсетуді сұрап отырды. Динараның жанында отырған адвокаты блокнотына бірдеңелерді түртіп алып, сирек араласты. Сірә, қорғалушысының өзі ақ жақсы алып шығатын түсінсе керек. Біртіндеп Серік пен адвокаты құрастырған бейне сөгіле бастады. Серіктің еңбек өтілі үзік екені. Арасында ұзақ үзілістер болғаны. Несиенің бір бөлігін әйелінің келісімінсіз отбасы қажеттілігіне деп алып, өз ермегіне жаратқаны ашылды. Енесі пәтерде ешқашан тіркеуде болмаған. Оның ұлым және оның үйі деген сөздерінің заңды күші жоқ деп түйіндеді судья. Судья сұрақтарды байсалды, бірақ қатаң қойды. Серік Асқарұлы, сіз несиені өтегеніңізді айтасыз. Растайтын құжаттарыңыз бар ма? Мен қолма-қол ақшамен әкелетінмін, деп күмілжіді ол. Қолхат, түбіртек, куәгерлер? Шешем растайды. Раушан апа сол мезетте ұшып тұрды. Я, ол үнемі әкелетін. Бүкіл жалақыс неге таситын? Судья оған тесіле қарады. Сіз оның қолма-қол ақшаны дәл несие өтеуге бергенін жеке өзіміз көрдіңіз бе? Мен анасымын ғой, мен білемін. Бұл жауап емес, деді судья құрғақ үнмен. Мән жай бойынша жауап беруіңізді сұраймын. Раушан апа үні өшті. Отырыс созылған сайын Серік пен анасының жүзіндегі құбылыс өзгере берді. Басындағы сенімділік ашуға ұласты. Неге сенбейді? Соңында абдырап қалды. Олар дауыс көтеріп, жылап-еңіреп жеңуге үйренген еді. Бірақ мұнда бұл әдіс жүрмеді. Судья сыпайы, бірақ табанды болды. Екі жақты да бірдей тыңдады. Бірақ Серік дауыс көтере бастаса, бірден тыйып тастады. Динара өзін тым-тыныш сезініп отырғанын байқады. Женетініне сенгендіктен емес, көп жылдан бері алғаш рет жағдайға біреудің әділ көзбен қарап отырғанын сезгендіктен. Шешім қабылдауға судья кеңес бөлмесіне кетті. Бәрі үнсіз отыр. Серік саусақтарымен үстелді тарсылдатып, жүйкесі сыр беріп отыр. Раушан апа дұға оқып күбірлеуде. Динара қабырғадағы ағаш панельге қарап, өмірдің қызық екенін ойлады. Бірнеше парақ қағаз, бірнеше сөйлем. Тағдырдың бағытын қалай болса, солай бұрып жібере алады. Ақыры судья қайтып келді. Бәрі орнынан тұрды. Ол шешімді бір қалыпты дауыспен, артық эмоциясыз оқыды. Бірақ әр сөзі тастай ауыр тиді. Азаматша Динара Ильясқызы мен азамат Серік Асқарұлының арасындағы некені бұзу. Пәтер ерлі зайыптылардың бірлесіп жинаған мүлкі деп танылсын, және тең үлеспен бөлінсін. Серіктің адвокаты ызжып қойды. Бірақ судья
жалғастырды. Ұсынылған құжаттарды және жауапкердің несиені өтеуге басым қатысқаны расталғанын ескере отырып, сондай-ақ пәтер алынған кезеңде талапкердің тұрақты табысы болмағанын негізге ала отырып, Динара Ильясқызының нақты үлесі ұлғайтылсын. Серіктің түрі бұзылып кетті. Раушан апа аузын ашып, бірден айтпақшы болды. Бірақ судья қолын көтерді. Бөлмеңіздер. Ол қалған бөлігін оқып шықты. Талапкер Серік Асқарұлының қосымша өтемақы тағайындау және пәтерді жеке иелену құқығын тану туралы талап арызы қанағаттандырылмасын. Сот шығындары келесідей бөлінсін. Динара кеудесінен ауыр жүк түскендей болды. Ол үлкен ұтысқа ие болған жоқ. Бірақ күйеуі мен енесі жоспарлағандай далада қалмады. Оның нақты үлесі бар, тіпті өзі күткеннен де көбірек. Бұл тек қабырға мен бетон үшін емес, оның еңбегіне, жылдарына, өміріне деген құрмет еді. Отырыс аяқталғанда бәрі жинала бастады. Серік түтігіп кеткен. Мен мұны жай қалдырмаймын, деп ысылдады ол. Жоғарғы сотқа дейін шағымданамын. Раушан апа оны қостады. Иә, олар бәрін сатып алған. Бұлай болуы мүмкін емес. Динара оларға ештеңе демеді. Қандай сөз болса да артық екенін түсінді. Шығар есікке беттей бергенде, Динара Ильясқызы, «1 минутқа кідіріңізші» деген дауысты естіді. Артына бұрылды. Судья үстел жанында, мантиясыз, кәдімгі жейдемен тұр екен. Жүзі шаршаңқа, бірақ жылы. Серік мырс етті. Әрине. Қазір ескі таныстықпен. Сізден залдан шығуыңызды сұраймын, деді судья оған қатқыл үнмен. Әңгіме іске қатысты емес. Серік жауап қайтармақ болды, бірақ адвокаты жеңінен тартты. Кеттік, деп сыбырлады ол. Ушықтырма. Олар есікті тарс жауып шығып кетті. Залда үшеуі ғана қалды. Судья, Динара және жазбаларлармен айналысып отырғандай кейіп танытқан хатшы қыз. Судья жақындады. Сіз мені танымаған боларсыз, деді ол жұмсақ үнмен. Ол кезде мен басқа едім. Жас, тәжірибесіз. Мен Арман Серғұлмын. Ол тегін атағанда Динараның есіне сол бір кадр бөліміндегі қобалжыған күлкісі бар. Көздері шарасыздыққа толы жігіт оралды. Сіз сол ма? Деп таңғалды ол. Зауыттағы? Сол, деп жымиды судья. Егер сіздің сөздеріңіз, сіздің адалдығыңыз бен сандарыңыз болмағанда, мен сол кезде көп нәрседен айырылар едім. Бірден болмаса да, мұның қаншалықты маңызды болған кейін түсіндім. Ол сәл үнсіз тұрды да, қосып қойды. Бірақ бүгін мен өз жұмысымды сіз маған кезінде көмектескеніңіз үшін емес, заң солай болғандықтан. Және сіз бәрін дұрыс жасағандықтан. Құжаттарды сақтым patient, түсініксіз қағаздарға қол қоймай, басыңызды имегеніңіз үшін істедім. Динара ұялып, көзін төмен салды. Рахмет, деді ол ақырын. Бұл сізге рахмет, деп жауап берді ол. Кезінде біреудің басына түскен іске көз жұмып қарамағаныңыз үшін. Ол сәл жымиып, ресми түрге енді. Іске сәт, Динара Ильясқызы. Сіз тыныш өмірге лайықсыз, көшеде ауа таза екен. Динара сот ғимаратының баспалдарына шығып тоқтап, терең тыныс алды. Шетте Серік пен Раушан апа тұр екен. Өзара сыбырласып, дауласып жатыр. Оны көрген енесі жыланша асылдады. Саған мұның бәрі әлі алдымен шығады. Жеңдім кеп тұрсың ба? Динара оған байсалды қарады. Ешкім жеңген жоқ, Раушан апа, деді ол ақырын ғана. Жай ғана әркім өз салғанын қайтарып алды. Серік қолын бір сілтеді. Кеттік, мама. Онымен сөйлесетін ештеңе жоқ. Олар қоштаспастан теріс айналып жүре берді. Динара олардың соңынан кексіз қарап тұрды. Жан дүниесінің түкпірінде бос кеңістікпен сәл мұң бар еді. Қалай дегенмен, жарты өмірі бірге өткен адамдар ғой. Бірақ жанында қызығы сол, мүлде басқа сезім, жеңілдік бар еді.
Ұзақ уақыт бойы жабуға батылы жетпей жүрген ауыр кітапты ақыры жауып, сөреге қойғандай күй кешті. Кешке Динара өз ас үйінде отырды. Терезеден сыртқа қарады. Қаланың кешкі тіршілігі қайнап жатыр. Терезелерде жарық жанып, адамдар асығып барады. Бір жерде ит үріп жатыр. Ол өмірдің шынымен де қызық құрылғанын ойлады. Өзі сияқты момын адамдар үстелді жұдырықпен ұрып талап ете алмаса да, жылдар бойы қағаздарды ұқыптап папкаға жинауды, ешқандай алғыс күтпестен біреуге көмектесуді және ең керек сәтте бұлтара алмайтындай етіп шындықты айтуды біледі екен. Бәлкім, сол үшінде бір күні сот залында біреулер қарқылдап күліп, қазір тақырға отырғызамыз деп жатқанда, өмір кішкентай ғана үзіліс жасап, мантия киген адам кенеттен «Динара Ильясқызы, бұл сіз бе?» деп қалатын шығар. Және бәрі сол сәтте мүлдем басқа арнаға бұрылып сала береді.